Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге құлпынайлы шоколадтың рецептісімен бөліскім келіп отыр, яғни жасалу жолымен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Олай болса, соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құлпынайларымызды жуып аламыз, жақсылап, содан соң қағаз сүлгіге орналастырып шығамыз. Құлпынайларымызды орналастырып болған соң шоколадымызды ерітетін боламыз. Осындай пакетке немесе арнайы қапшыққа салып, үстінен қайнаған ыстық суымызды құйып ерітіп аламыз. Құлпынайларымызды осындай қағаз сүлгімен жақсылап кептіріп алатын боламыз. Ешқандай су болмауы қажет, және абайлаңыздар, езіп алмаңыздар. Құлпынайымызды осындай арнайы шпажкаға тығып шығатын боламыз, яғни орналастырамыз. Мінекей, барлық құлпынайымызды орналастырып алдық. Ал енді шоколадымыз осы уақытта дайын болды. Бетін ашып, дайындап қоямыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай шпажкаға тығылып тұрған құлпынайымызды алып, осылай бір-бір батырып алатын боламыз. Барлығын дәл видеодағыдай қайталап шығамыз. Содан соң өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты беттерін әсемдеп шықсаңыздар болады. Қалған шоколадпен осындай өрнектер неше түрлі салып шықсаңыздар болады. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Желіні жарып жатқан шоколадты құлпынайларымыз осылай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын.